Достар, сәлем. Бүгін біз алдыңғы тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз және циклдармен жұмыс жасаймыз. Біз сөздікті ашқан кезде, оны мынандай жолмен де жазсақ болады, немесе екінші тәсілі names 2 деп қояйын. Егер кілті жолдық типте болған кезде былай да жазсаңыздар болады. Бірден dict деп жазамын да, кәдімгі жақша қойып ішінде жаза берем. Айдос тең болады 1996, үтір Манас тең болады 1995, Самат тең болады 1991, және Марат тең болады қай жылғы? 93 жылға. 1993. Экранға шығарайық. Print. Names 2. Мінекей бірдей шықты. Және мынандай фигуралы жақшаларымыз автоматты түрде қойылды бізден. Сонымен қатар дәл тізімдегі секілді бұл жерде, яғни сөздігімізде қанша жазба бар екендігін анықтай аламыз. Ол үшін len деген функцияны қолданамыз. Len names дейміз. Яғни бізде 4 жазбамыз бар екен. Енді циклдарға көшейік. For цикл арқылы тізімімізді шығарайық. Алдымен кілтін және мәнін шығарамыз. In names нүкте items дейміз. Print K үтір V. Міне, әрбір жазбамызды жеке-жеке шығарып берді бізге. Келесі тек қана мәндерін шығара аламыз. Names values деп жазамыз. Және тек қана V-ны қалдырамыз. Қосайық. Міне, тек қана туған жылдарын шығарып берді бізге. Келесі. Енді values деген алып тастайтын болсақ, мынаны айға ауыстыра салайық, қоссақ. Тек қана кілттерін шығарып берді, көріп тұрсыздар. Егер names items десекші. Items. Онда кілтінде және мәнінде бірге шығарып берді бізге. Керемет. Енді мысалға көшейік. Бізде мынандай картаның тізімі берілген. Дегеніміз тұз, 3, 4, 10, валет және 4. Осы карталардың барлығының ұпайларының қосындысы қанша болатын табуымыз керек. Яғни мен мұнда жазып қойдым, бұлардың ұпайларының қосындысы 0 болады. Оны қалай санайды? Қараңыздар, 2-ден бастап 6-ға дейін 1 ұпай беріледі, 7-ден бастап 9-ға дейін 0 ұпай, 10, валет, дама, король және туз минус 1 ұпай береді. Сонда барлығын қосып шығамыз. Туз бізде минус 1, 3 болса 1, 0 болды. 4, 1, 10 минус 1 қайтадан 0 болды. Валет минус 1, 4, 1. Нәтижесі бізде 0-ге тең. Ал мынандай комбинация болған кезде ұпайымыз 1-ге тең, ал мынандай болған кезде минус 2-ге тең екен. Қалай шығарсақ болады енді оны? Алдымен барлық элементтерді кезек-кезек бір-біріне қосып отыратын санауыш ашамыз. Cards sum болсын атауы. Бастапқы мәні 0-ге тең болсын. Енді цикл ашамыз. For I in cards болса, онда cards sum қосылған және тең болады score, яғни ұпайдың I индексіне. Сіз білесіз, егер I индексімен қатынайтын болсақ,
ол мәнін шығарып береді. Мына мәндерін ғана алады тек қана. Соларды бір-біріне қосып шығамыз жай ғана. Бар болған сол. Енді карт сумды экранға шығарамыз. Print card sum. 0 ұпай көріп тұрғандарыңыздай. Келесін көрейік. Алғашқысын комментарийге қоя салайын. 1 ұпай. Екіншісін көрейік. -2 ұпай. Дәлме-дәл шықты. Енді екінші тәсіл бар. Мұнаны комментарийге қоя салайын мына жерін. Ол list comprehension арқылы шығады. Cards sum. Соманы табу үшін sum әдісі бізде бар. Жай жақша қоямыз. Және оның ішіне list comprehension ашамыз. Аштық. Score және I дейміз. Мұнда for I in cards. Карт сам экранға шығып тұр. Қосайық. Дәл сондай нәтиже. Мінеки. Мұнда list comprehension қолданған кезде әрбір ұпаймен тізім жасап шығады, және соның суммасын таба салады бірден. Енді сізге үй тапсырмасы. Адамның аты, тегі, әкесінің аты, туған күні, телефоны және адресі сақталып тұратын сөздік ашуыңыз керек. Содан соң қолданушыдан қандай мәлімет көрсететініңізді сұрайсыз. Егер қолданушы атын шығарып бер десе, сіз оған атын шығарып беру керексіз. Өзіңіз шығарып көріңіз. Егер шығара алмаған жағдай болса, келесі сабақтан шешімін көре аласыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.